Қараңыз, біз қалай алдандық. Біз мұсылмандар қара тасты, Қағбаны айналатын адамдар едік. Бізді шыршаны айналатын қылып қойды. Бір қауым болған. Біз өзі жан-жақтан алып істей береміз ғой, қайдан шыққанын білмейміз ғой. Бір қауым болған. 2 стаканды ішімдік ішер кезде соғыстырады бірін-біріне. Жаңа шыңғырлаған дауыс шығады ғой, осыдан шайтан қашады дейді. Шың етіп ұрады да шайтан қашады деп. Ол шайтан оның ішінде тұрған білмейді да. Біз алдық та оны. Қазір шында жігіттер. Кәдімгі біз одноразовый стаканды соғыстырып іше беретін болдық қой. Бір қызығы, соғыстырып ішетін кезде жігіттер бар ғой, бір кәдімгі исламдағы бір парыз ба, уәжіп сияқты көреді ғой. Біреуі соғыстырмай ішейін деп жатса, не істеп жатсың сен? Алкашсың ба не? Ана соғыстыру бір шариғаттың бір үкімдері сияқты да, сондай қатты қарайды да, соғыстырмай алма деп ше. Бір су бар, қараңыз, тағы қалай алдандық. Ұстап тұрып, ішер кезде дұға қыласың, қайтарылмайды дұғаң. Зәмзәм суы. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, зәмзәм суын ішер кезде қандай дұға істейсің? Дұға істеп іш, бұл дұға қабыл болады. Имам Шафии қандай кісі болған? Оның жаттау қабілеті қандай болған? Сол кісі айтады, мен жас күнімде зәмзәм суын ішер алдында, я Алла, мені білімділерден қылшы деп дұға қылдым дейді. Егер де осы дұғамның қабыл боларын білгенде, я Алла, мені тақуалардан қылшы деп сұрар едім ғой дейді, қартайған шағында айтады. Бұл ол дұғаның қабыл болды деген сөз. Зәмзәм суын ішерде ұстап тұрып дұға қыласыз, ол дұға қабыл болады. Біз ұстап тұрып дұға қыламыз, тілек айтамыз, бірақ зәмзәм судың орнына не ауысты? Ішімдік. Ұстап тұрып дұға қылатын болдық, тілек айтатын болдық. Қараңыз, қалай алдандық. Мынандай сөз бар бізде. Как встретишь этот ночь, так и весь год проведешь деп айтады. Сөзбе-сөз айтып жатырмын, жігіттер, ренжімеңіздер. Негізі қазақшасын, осы түнді қалай қарсы алсаң, бүкіл жылың осылай өтеді деп, қай түнге ауыстырды бізді? Жаңа жылға. Айтады, осы жаңа жылдың түнін қалай қарсы алсаң, бүкіл жылың осылай өтеді деп. Ал бізде бұндай түн бар. Ол қай түн? Қадір түні. Қадір түні. Осы түні Алла Тағала адам баласының келер жылының тағдырын жазады дейді. Осы түнді құлшылықпен өткізуді бізге бұйырған. Ләйләтул қадри хайрум мин әлфи шәһр. Бұл түн 1000 айдан да хайырлы. Тәнәззәлул мәләикәту вар-руху фиһа биизни раббихим мин кулли әмр. Сол түні бүкіл періштелер және Жибрил әмин Алланың әмірімен жерге түседі. Қараңыз, осы түнде сіз келер жылыңызға Алладан жақсы өмір, жақсы береке, кәсіп сұрап ала аласыз. Осы түнді қалай өткізесіз? Сіздің келер жылыңыз сондай болады. Бізге оны жаңа жылдың түніне ауыстырып жіберді. Ағайында, не дейді? Есімізді жиып, өзіміздің дұрыс жолымызға қайтатын уақыт келді. Қазір ойланатын уақыт келді, жігіттер. Қазір саяз ойлап, не болса о болсын деп жүре беретін заман емес. Біліңіз, сіз бүгін не болса о болсын деп жүре бересіз. Ертең балаң зардабын шегеді.